Бұл Алматының индустриалды аймағы. 2 жылда мына тақыр жерде зауыт тұрады. Кәсіпорынның құрылысы енді басталды. 2025 жылдың ортасында бұл жерден дайын көліктер шығарыла бастайды. Қазақ бәтерістің басына жақсы келер қасына деген бүгін тұсауы мемлекет басшысы Алматыға келіп, зауыттың құрылысын бастап берді. Қыркүйекте Қытай төрағасы елімізге келгенде біздегі көлік компаниясы қытайлық көшбасшы 3 кәсіпорынмен келісім жасады. Нәтижесі міне, Алматыда зауыт салынады. Көрші елден шығатын 3 түрлі темір тұлпардың 9 моделі енді Алатау бөктерінде құрастырылады. Бұл жоба өте керек. Си Цзиньпин мырза биыл Қазақстанға келген кезде келіссөздер болды, құтты болсын деп айтқым келеді. Бізде жеңілдетілген автонесие бағдарламасы бар. Мынадай жаңа көліктерді алуға мүмкіндік беретін бірегей жоба. Осы несиеден дәмелі болып, биыл 35 мыңдай адам өтініш берген. 14 мың азаматтың өтініші мақұлданыпты. Сұраныстың көптігі сонша қаржы лимиті 2 айда таусылды. Яғни көлік тапшы. Әрі Ресейден әлемдік автогиганттар кетіп жатқан соң, көрші елде авто өндіріс тұра алады. Демек, олар да бізден көлік әкетті. Бұл да нарыққа қосымша салмақ. 4%-пен автонесие беру деген ғажайып дүние. Бірақ сұраныс көп, отандық көлік тапшы. Қазір қарашада жағдайды бақылаймыз. Егер дефицит болып жатса, көлік бағасы тағы өсетін болады. Алматыда бой көтеретін жаңа зауыт көлік тапшылығын шеше ала ма? Басшылары я деді. Зауытта жылына 90 мың көлік шығарылады. 60% экспортталады, қалғаны ішкі нарыққа кетеді. Яғни сұранысты қамтамасыз етуге болады. 9 модельдің шанағы осы жерде боялып, дәнекерленеді. Енді бой көтеретін кәсіпорынның ерекшелігі де осы. Қазақстанда 90 мың 100% автокөліктерді шанақты дәнекерлеу және боя әдісімен шығару ол бірінші рет болып тұр. Ол практика бағаға жақсы әсер етеді. Өйткені қазіргі кезде біз мысалы автокөліктердің қосалқы бөлшектері үлкен түйінді болып тұр ғой. Сондықтан логистикаға қатты әсер етіп тұр. Мысалы бір контейнерға 3-4 автокөлік қана сияды. Ал егер оны біз мөлшектеп детальдарды әкелсек, қосалқы бөлшектерді әкелсек, ол логистикада пайдасы тиеді. Бір контейнерға 7-8 машина сиіп кетеді. Бір контейнердің бағасы қазіргі кезде мысалы оңтүстік Кореядан Қазақстанға келу $7-8 мың болып тұр. Қытайдан $3-4 мың болып тұр. Зауыт ашылғаннан кейін 15%-ға дейін бағасы түсу керек. Қазақ көлікті шеттен тек дайын күйді әкеледі. Өзімізді түк шығармаймыз деген сынды жиі естиміз. Шынымен де қазір бөлшектерді оңтүстік Корея, Қытай, Ресей, Еуропадан тасимыз. Енді бұл олқылықтың орны толады. Шанақты түгел өзімізді бояп, дәнекерлеумен шектелмейміз. Алдағы уақытта осы индустриалды аймақта көлікке қажетті бөлшек шығаратын бірнеше зауыт салынады. Шамамен 2024 жылдың ортасында темір тұлпардың орындығы, пластик бұйымдары, мультимедиалық жүйесі Алматыда жасалады. Тиісінше жоғарыда айтқандай баға да түседі. Бүгінгі осы зауыттың іргетасының құрылуына өте қатты қуанышты. Қазақстанда осындай зауыттар соғыла берсе дейміз, сонда Қазақстан алдын қатарлы мемлекет болады деген ойдамыз. Сізге үлкен рахмет. Жақсы. Осындай жобалар, осындай зауыттар көп болады. Елде 5 миллионға жуық темір тұлпар тіркелсе, оның жартысынан көбі 20 жылдан артық жүрген көліктер. Бүгін іргетасы қаланған мына зауыт сол ескірген автопаркті жаңартуға септігін тигізбек. Қорған Қонысбайұлы, Ерлан Наурызбаев, Алмас Омарғалиев, Ділмұрат Сейдаханов, Президент телерадио кешенінің көмегімен Алматыдан.